Hey selam dostlar, sizlerмен бірге мен Рахат. Бүгін апталық влогтың 4-ші күні және де кейбір влогтарым қызық емес, ішпысарлық болғандықтан осылай шешуді ұйғардым. Айтпақшы, егер де сіздер менің кешегі видеомды көрсеңіздер түсінесіздер, яғни мен әлеуметтік желіге 7 күн бойы кірмейтін боламын. Не екенін білгілеріңіз келсе, кешегі видеомды қараңыздар. Неге кеше мен влог түсірмедім? Себебі мен влогтың әлі не екенін түсінген жоқпын. Яғни влогта қалай түсіру керек, влогта не істеу керек, влогта нені түсіру керек, соны әлі түсінген жоқпын. Мүмкін менің видеоларым жақсы шығатын шығар, бірақ та менің влогтарым влог емес, қысқа метражды видеолар сияқты. Мрачный тұр. Жоқ. Ғана телефонды таймлап түсірем деп қарғап отырып алдым. Жасап тұр. Мен ағылшыннан келгенде премьер осындай болады. Сол үшін влог түсірмедім. Мен видеоны монтаждап болдым, және де мен осы видеода не айтқым келген. Яғни мен өзімнің жеке стилімді тапқым келеді. Яғни видеоның басын көрген кезде мынау Рахаттың видеосы дейтіндей дәрежеге немесе стильге жеткім келеді. Қазақ ютубын біріншіден дамытатын, және де өзімнің жеке брендімді, яғни видеолардың сапасын, форматын жаңа деңгейге көшіретіндей қылғым келеді. Бұйырса әрине табатын боламын. Неге түрін көріспей тұр десеңіздер, просто отырмай ұйқылау болып тұр. Сондықтан да ертең көріскенше, ертең жаңа влог. Саған рахмет видеоны толыққанды көргеніңе. Келесі видеода көріскенше.